Түйе сөйлегі Алланың кереметі. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны достарыңызға үлесіп, бір ғана подписаться тимесін басуды ұмытпаңыздар. Айтады ғой, жақсылықты тарату, жақсылық істегенмен тең. Түйе ащы суды да іше береді. Түйе керек десеңіз, өлі теңіздің суында ішуге құдіреті жетеді. Оның басымы көтерілмейді, себебі оның бөтекесі фильтр жұмысын атқарады. Бөтекесі суды тұздан арылтып, оны тұщы суға айналдырады. Түйе жантақтарды, тікендерді, оттарды да жей береді. Себебі оның сөйлегі тап бір кислотадай осы тікендерді ертіп жібереді. Шөлде, сахарада жасайтын адамдар аяғына тікен немесе шөп кіріп келсе, түйенің сөйлегін жағады, себебі ол тікенді ертіп жібереді. Түйенің көзі екі қабаттан құралған. Біріншісі шаффаф мөлдір қабаты, ал екіншісі ise ет қабатынан тұрады. Егер қатты боран, дауыл болатын жағдайда, ол шаффаф пердесін түсіріп алып жүре береді. Сонымен қоса түйе өзінің температурасын басқара алады. Ол суықта өзінің денесінің қызуын арттырады, ал күн ысыда ise денесін салқындатады. Құран кітабында былай деп жазады: олар түйенің түзілісіне мән беріп қарасын. Аль-Ғашия сүресі 17 аят. Құрметті көрермен, видео сізге ұнаған болса, бір ғана лайк тимесін басың. Егер осы видеоны әлде кім біреуге жіберетін болсаңыз, ол әрбір мұсылман мүміннің білім ұласуымен бірдей. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.